Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге күнделікті жасап жүрген құртымның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз көбімізге айранымызды құйып 20 минутқа айналдырып алатын боламыз. Егерде айранымыз салқын болатын болса, кішкене ыстық су құйып жіберсеңіздер болады. Егер айранымыз ыстық болатын болса, мұздай су құятын боласыздар. Сонымен көбіміздің аузын жауып 20 минутқа айналдырып қойып қоятын боламыз. 20 минуттан кейін бетіне мұздай су құйып, бетіндегі майын алып алатын боламыз. Осылай сап-сары болып майы түседі. Бетіне кішкене мұздай суды құйып, майының барлығын алып алатын боламыз. Майын алып алғаннан кейін майына кішкене тұз қосып жіберулеріңізге болады. Дәмі өте дәмді болып шығады. Ал қалған айранымызды қазанға қойып, айранымыз кішкене ірігенге дейін күтіп қалтаға құйып қоятын боламыз. Қалтада 2 күн тұрады ұзағымен. 2 күннен кейін құртымызды жасай берсек болады. Майының барлығын қалдырмай алып алдық. Енді тұз қосып, айранның бәрін шығарып аламыз да, кейін бір шайып жіберіп холодильникке салып қоятын боламыз. Ал енді құртымызды жасап бастайық. 2 күн тұрған құртымыздың ішіне тұз қосып, жақсылап араластырып аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша татымына қарай тұз қосатын боласыздар. Осылай 2 қолдың көмегімен жасайтын боламын. Домалақ-домалақ етіп, кейін қыспа түрінде жасайтын боламыз. Осылай домалатып аламыз. Құртымыздың барлығын доп-домалақ етіп, далаға қойып қоятын боламыз. Достар, менің видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Өз пікірлеріңізді комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Сіздер жақта осылай жасайды ма құртты, сонымен бөлісе кетсеңіздер болады. Мана екінші түрі осылай қыспа деп аталады. Қысып қойып қойсаңыздар болады. Өз қалауларыңыз бойынша жасайтын боласыздар. Мен барлығын домалақ қылып жасап шықтым. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, достар. Қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Алдағы уақытта өте пайдалы, керемет, қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Сол кезде алғашқы болып өзіңіз көретін боласыз. Әлеуметтік желіде өз достарыңызбен бөлісулеріңізге де болады. Инстаграм парақшамды да қалдырып кетемін. Ол жаққа өтсеңіздер де болады. Инстаграм парақшамда да өте қызықты истористер түсіріп отырамын. Сонымен бөлісетін боламын. Кіріп көрсеңіздер болады. Осылай құртымыздың барлығын домалатып аламыз. Құрттың денсаулыққа пайдасы өте зор, достар. Тұмау кезінде жесеңіздер де тұмаудың жеңуге көмек береді. Осымен құртымыз дайын, достар. Видеом ұнаған болса, комментарий жазып кетсеңіздер болады.
Видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Сіздермен бірге болған Сандуғаш. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.